Сәлем достар, осындай әдемі ободокты менімен бірге жасаңыздар. Бұл үшін бізге ободок керек, фатин керек, және де осындай Сәлем достар, осындай әдемі ободокты менімен бірге жасаңыздар. Бұл үшін бізге ободок керек, фатин керек, және де осындай фуамарин керек болады. Осы фуамаринді мен ені 1 сантиметр қылып өлшедім де солай кесіп алдым. Неше штук екені өзіңіздің конфеткаңыз қандай көлемде болғанын қалайсыз, сондай етіп кесіп алуға болады. Енді міне қараңыздар, бұл фуамаринді әдемі рулон қылып біздер айналдырып орауымыз керек. Ол үшін бізге ыстық желім керек болады. Ыстық желіммен жайлап осылай қазір жағып, сосын ораймыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Осылай әдемі етіп орау үшін асықпай жасау керек, және де сіздің шыдамыңыз керек болады. Бұл ободокты кез келген адам жасай алады, бірақ кішкентай балдарға жасатқанда ыстық желімнен сақ болу керек. Мына фатинді мен осылай өзім жабыстырып алдым. Енді жаңағы конфетка рулонымды ободокқа жабыстырамыз. Жабыстырғанда ыстық желім жайлап суығанша жасаймыз. Осылай бірінен кейін бірін жабыстырып дайындап қойдым. Менің енді видеоларым қазір үзінді болып әрбір жерде әртүрлі болып түсіп тұр. Оған мән бермеңіздер. Конфетканы әдемілеп моншақ жабыстырамыз. Моншақтарды жабыстырып шығамыз қазір. Моншақтарын жабыстырам, және жаңағы конфеткамның жанында әдемі фатинін жабыстырам. Осылай бәрін жабыстырып, сіздерге газдайын видео көрсетемін. Лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер. Пока!